Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінің классигі, құлагер поэмасының авторы. Ол қазақ поэзиясына ерекше қарқынмен суреткерлік шеберлігі әкелген үш бәйтеректің бірі. Ақын шығармаларында ұлттық өнерді, күй құдіретін және халық тағдырын терең жырлады. 1938 жылы саяси қуғын-сүргін құрбаны болғанымен, оның өлмес мұрасы қазақ руханиятында төрінде мәңгі қалды. Арқанның аспанында аққу қаңқылдап, жусаннан қаған кең дала. Бірақ бұл жол, бұл дала қуаныштың емес, үлкен бір трагедияның куәсі болмақ. Ол жай ғана жылқы емес еді. Ол ақан серінің қанаты, көңілінің ақ айдыны, маңдайына біткен жалғызы. Құлагер сүйгіліктердің сұлтаны, желмен жарысқан жүйрік, оның дүбіріне жер сілкініп, шаңынан күн тұтылатын. Алайда бақталастық пен көреалмаушылық бар жерде қауіп те бар. Ереулі атқа ер салмай, ақанның асылын кім көздеді? Жүйріктің жолына құрылған тұзақ, суық қол, өтірік болта. Сағанақ тұлпардың төгілген қаралы мекені. Құлагер, әкең тұлпар, шешең әруақ, бұл тек атқа айтылған жоқтау емес. Ол еркіндікке, сұлулыққа және де әділдікке жасалған қиянатқа қарсы ақынның ащы айғайы. Бір оқпен екі киікті атып түсіргендей, залымдар тұлпарды да ақынның жаны да жаралады.